Мына қорқынышты фокусты жасау кезінде қызды шынымен де арамен кесіп жібергені рас па? Жалпы осындай фокусты жасауға бұл әйел бекер келіскен екен. Бүгінгі видеода осы және басқа да сәтсіз аяқталған қорқынышты сиқырларды көрсетемін. Баршаңа сәлем, сіздермен Наурыз. Мына подписаться кнопкасын басып, каналға тіркеліп кетуіңді сұраймын. Себебі осы арқылы 100 000 жазылушыға бірге жете аламыз. Ендеше видеоны бастаймын. Денені арамен кесу ежелгі әрі ең танымал сиқырлардың бірі. Негізінде көп жағдайда бұл өтірік, адамның өміріне қауіп төндірмей жасалатын фокус, және ол былай жасалады. Кезінде интернетте шынымен де адамның денесін кесіп жіберді деген жалған видеолар тараған еді. Достар, бұл шынымен де жалған. Адамның өміріне шынымен де қауіп төнетін болса, мұндай сиқырларды ешкім жасатпайтын еді. Әрине қауіп төндірген оқиғалар бар шығар, бірақ көп емес. Бірақ кейбір қытайлық видеоларда шынымен де денені екіге бөлген видеоларды көре аласыз. Мына адам шынымен де тірі, әрі қимылдап тұр. Сонда қалай, адамның денесін осылай қимылдатпай ұстап тұруға болады ма? Бұл сиқырдың құпиясын видеоның соңында айтатын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіз. Вьетнамда өткен мына дарынды адамдар жарысында мына жігіт ерекше сиқыр көрсеткісі келді. Ол 4 стаканға су, ал 1 стаканға өте қауіпті қышқылды құйып жібереді. Осылайша, мен теріс қарап тұрамын, ал сіз стаканның орнын ауыстырыңыз дейді. Су мен қышқылды бір қарап ажырату қиын, екеуі де мөлдір. Бірақ бұл жігіт өзіне тым сенімді болып, бірінші стаканды ішті, су болып шықты. Бірақ екінші стаканды ішіп жібергенде аузы күйіп қалды. Бұл су емес, өте қышқыл болып шықты. Бірақ сонда да ол өз фокусын соңына дейін көрсетуге мәжбүр еді. Соңында ол сахнаны босатуға асықты. Әрине осындай фокусниктерге ешқандай тіл тигізгім келмейді, бірақ өз өміріңізге қауіпті болатын нәрселерді жасамауыңызды өтінер едім. Ал мынандай көшедегі сиқыршыларға қалай қарайсыз? Ол көзін жұмып, аса нақты дәлдікпен адамға тиіспей, жанындағы бөтелкені ұрып жатыр. Бірақ стоп. Достар, осы видеоны толық көрсете алмаймын, себебі YouTube видеоны блоктап тастауы мүмкін. Оның үстіне сіз мынандай нәрселерді қарамағаныңыз дұрыс. Бұл сіздің психологияңызға ауыр тиеді. Жалпы осындай сиқырлардың бірнеше түрі бар. Көзін жұмып тұрып, адамның басына алма немесе басқа да жеміс-жидекті қойып, оны кесіп көру, немесе көзін жұмып, адамға тигізбей, оған пышақ лақтыру. Осындай ойындарға қатыспауға шақырамын. Бұл сіздің өміріңіз, және оны біреудің сиқырына бола тәуекелге тігуге болмайды. Фокусы ең жиі жасайтындар клоундар шығар сірә. Мына клоун болып киінген жігіт ең танымал сиқырды жасайын деп жатыр. Оттың арасынан құс шығару. Ең тәжірибелі адамдар ғана жасай алады. Сиқырды жасайтын кезде қасыңызда міндетті түрде қауіпсіздік құралдары тұру керек. Бірақ осы жолы емес. Балабақшаға келген сиқыршы жалындап тұрған оттың ішінен құсты шығарайын деп жатқанда құс күйіп өледі. Дер кезінде жасалмаған әрекеттің кесірінен байғұс жануар жанып өледі. Қылышты жұту сиқыры тіпті қазақстандық сиқыршылардың ішінде де жасалған ең танымал фокус. Бұл жерде асқан ептілік керек. Дұрыс емес жасалған артық әрекет немесе әзілдің арты қайғылы аяқталуы мүмкін. Кейбір адамдар шынымен де семсер жұтатын болса, кейбір адамдар жиналмалы ойыншық семсерді сатып алады. Яғни ол ауыздың ішінде жиналып қалады. Дәл осылай мына адамдар ұсталып қалды. Қаншама адамның алдында ұятқа қалу әрине ауыр, бірақ өз өміріңізді тәуекелге тігіп, семсер жұтқаннан гөрі жеңілірек. Осылай ұятқа қалған адамды көрсеңіз, оны сөгіп, немесе үстінен күлудің керегі жоқ. Әр адамның жұмысы әртүрлі. Оның қиыншылықтарын сіз көтере алмайсыз. Сиқыршылардың кейбір жасай алатын бұл сиқыр аса қатты танымал емес. Су, этил спирті және тұзды араластыра отырып, оған ақшаны салады. Ал ақшаны алған соң ол өртенбейді екен. Ескерту: үй жағдайында қайталауға мүлде болмайды.
Қауіпсіздік шаралары сақталмаған жағдайда бұл эксперимент өзіңізге зиян келтіруі мүмкін. Осылайша өртенбейтін ақша фокусы дайын. Бірақ дәл осы бикеш қауіпсіздік ережелерін сақтамай қорқып қалды. Қобалжудың кесірінен жанғыш сұйықтық үстелге төгіліп, қыз ол жерден қашып кетті. Оқиға жақсы аяқталды деп үміттенемін. Әрине бұл бізге белгісіз. Айдаһар демі. Бұл сиқырда от арқылы жасалады. Отты жағып, оны үрлеу әсерінен айдаһар демі пайда болады. Көптеген дайындықтар мен кәсіби мамандардың қасында ғана жасалуы керек. Өкінішке орай, кейбір сиқырлар осылай аяқталады. Осының кесірінен бет аузы күйіп қалған адамдар аз емес екен. Сондықтан да қандай маман болсаңыз да, оны қайталамауыңызды өтінемін. Кристина есімді әйел қол аяғын шынжырлап байлап, су ішінде одан босап шығатын. Осы трюкті 599 рет қайталап, әлемді таң қалдырған еді. Негізі осындай құрықтан босап шығу онсыз да қиын, ал су астында бұл одан да күрделі жұмыс. Бірақ Кристина үшін бұл қиындық туғызбайтын. Өкінішке орай, дәл осы видеода Кристина қайтыс болып кете жаздады. Денесін кісендеп суға түскенде гипоксия, яғни оттегі жетіспеушілігі аңғарылды. Қуанышқа орай, бұл әйелді аман алып қалды. Өмірмен тәуекел ету оңай нәрсе емес. Көлеңке біздің әр қимылымызды көшіреді. Қандай да бір затқа зиян келсе, сол заттың көлеңкесі оны қайталайды. Бірақ осы фокусты жасаған адам бәрін керісінше жасай алды. Көлеңкені кескенде өзімен өзі тұрған гүлдің жапырақтары түсе бастайды. Бірақ мұнымен бітпейді. Сиқыршы пышақпен қолын кесіп алды. Бірақ қан ақпаса да қанның көлеңкесі ақты. Ал мына жерде шын қанды көре аласыз. Өте қызық және қорқынышты сиқырдың сыры әлі күнге дейін көп адамға ашылмаған. Мына ағайындылар фокус көрсету үшін бір-бірін атқан. Оған дейін залдан тапаншамен ата алатын екі адам бар ма деп сұрайды. Залдан шынымен де екі адам шықты. Олар қарудың шын өтірігін тексереді және оқты салмас бұрын оған сурет салды. Одан да шын болып көрінуі үшін екі әйнекті дәл ортаға қойды. Солай бір-бірін пистолетпен атып жіберді. Бірақ екеуі де тірі. Бір қызығы, атылған оқтың екеуі де олардың тісінде тұр. Яғни олар оқты тісімен қағып алған. Қалайша? Дәл осы фокус бүткіл залды шулатты. Оқты тісінен алып, жаңағы салған суретті көрсетеді. Достар, мына жердегі подписаться кнопкасын басып, арнамыздың 100 000 подписчикке жетуіне көмектесуіңізді сұраймын. Осылайша мақсатымызға бірге жете аламыз. Менің атым Наурыз, маған тіркел. Келесі видеоларда кездескенше.